Сәлем достар, бүгінгі біздің салатымыз азиатский салат. Бізде 2 дана баклажан, 1 болгар бұрышы, көк жуа, кинза, ащы бұрыш, 1 дана пияз, чеснок. Баклажанымызды қиғаштап кесіп алдық, үстіне кукурузный крахмал салып, жақсылап араластырамыз. Кукурузный крахмалдың салу себебіміз қытырлақ болып піседі. Табадағы майымыз ысыды. Аз-аздан салып баклажанымызды қуырып алатын боламыз. Баклажанымыз күйіп кетпеу керек, әлсін-әлсін алмастырып қуырып аламыз. Баклажанымыздың түсі өте әдемі болып қуырылады. Әлсін-әлсін алмастырып тұрғанымыз дұрыс. Міне біздің баклажанымыз әдемі болып қуырылып шықты. Болгар бұрышымызды қиғаштап тураймыз. Биязымызды да әдемілеп турап аламыз. Ащы бұрышымызды турадық. Кинзамызды ұсақтап тураймыз. Көк жуамызды да турап алдық. Барлығын бірге араластырамыз. 2 қасық соевый соус құйып, аздап тұз сеуіп, жақсылап араластыратын боламыз. Міне достар, менің салатым дайын. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Маған комментария жазып, подписаться етіп, лайк басыңыздар. Ас болсын, қонақтарыңызға осылай ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болады. Ас болсын бізге.